Жақсы саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Тағы да бүгін 6-шы нұсқаның 10-шы сұрағының талдауын жасаймыз. Дейді бізде сұрақ: аккумулятордың зарядсыздануы дегеніміз ол не дейді? Аккумулятордың зарядсыздануы дегеніміз. Бірінші вариантта бізде қорғасын тақташалардың бірін теріс, ал екіншісін оң зарядталған ток көзіне қосуы дейді. Мына жерде жазылғанда ол аккумулятордың химиялық энергияның қорын жинау үшін оны зарядтау керек дейді. Ол үшін қорғасын тақташалардың бірін теріс, ал екіншісін оң зарядталған тұрақты ток көзіне қосады дейді. Бұл жалпы бізде зарядтану, наоборот зарядтау. Значит, бұл біріншісі келмейді. Так, ал мына жерде жазылған қараңыздар. Қорғасын аккумулятор қорғасын екі валентті оксидімен толтырылған торы қорғасын тақташаларынан тұрады дейді. Тақташалар 20-25% күкірт қышқылының ерітіндісіне батырылады. Тақташаның бетінде қорғасын екі валентті оксиді мен күкірт қышқылының әрекеттесуі нәтижесінде ерінбейтін қорғасын сульфаты түзіледі дейді. Уақыт өте келе сульфаты, яғни қорғасын сульфаты кристалданып, тақташаның бір бөлігін қаптайды. Осы процестің нәтижесінде тақташа химиялық реакцияға түспейді. Сөйтіп аккумулятор зарядсызданады. Мұндай құбылыс сульфаттану деп аталады. Яғни манағы қорғасын сульфаты аккумулятордың ішіндегі жүріп жатқан реакцияда қорғасын сульфаты түзіледі. Ол қорғасын сульфаты уақыт өте келе реакцияға түспей қалып, аккумулятор пайда қаспай қалады деген сияқты. Жалпы нақты жауабы уақыт өте келе қорғасын сульфаты кристалданып, тақташаның бір бөлігін қаптап химиялық реакцияға түспеуі, яғни зарядсыздануы, зарядын жоғалтуы деген сөз. Ал мына жерде жалпы сол тақырыпта, міне 10-шы сыныптың бірінші бөлімнің соңында 49-шы тақырыпта мына жерде мынандай нәрседе жазып қойған: зарядталған аккумулятордың тақташаларын өткізгішпен қосқанда электрондар металдық қорғасынмен қапталған, мына жерде оқып жатыр, қапталған электрондар қорғасын 4 валентті оксиді мен ПбО2 қапталған тақташаға қарай қозғала бастайды. Яғни электр тоғы пайда болады. Бұл аккумулятордың зарядсыздануы деп аталады. Мына жерде де зарядсыздану деген бар. Бұл жерден де келіп қалуы мүмкін сұрақ. Жалпы бір оқып шықсаңыздар болады осы тақырыпты.